тұңғиық гүлі. Қазақстанда қызыл кітапқа енген жалғыз осы жерде ғана өседі екен. Қараңыздар, осы жерге келдік. Бұл жерге қалай келесіздер? Бірінші Атырауға келесіздер. Атыраудан Құрманғазы Теңіз ауылына келесіздер. Теңіз ауылының жігіттері осындай қайықпен сіздерді әкелетін болады. Қайықпен біз қазір 20-25 минутта келдік. Мына жерде бір 40-45 минуттай фото, видео жасап алдық. Қазір қайтып 20-25 минут қайтамыз. Сонда сіздердің 1,5-2 сағат уақыттарыңыз кетеді. Осындай керемет атмосфера, керемет көңіл-күй, керемет гүлдер келуге ұстайды. Келіңіздер, өкінбейсіздер, мына жерге келсеңіздер, күшті фото сессия жасасаңыздар болады. Әлем бойынша 2-ақ жерде бар екен, Қазақстанда және Қытайда. Енді осындай жалғыз ғана біздің табиғатымызды кім табиғат жақсы көреді, келсеңіздер болады. Міне қараңызшы, мына керемет жайқалып тұр. Міне как шляп сияқты ғой. Міне мына лотос гүлі. Бұл гүл шілденің соңы мен тамыз айының бас жағында осылай гүлдейді екен. Біз қазір бүгін шілде айының 26-сы күні келіп тұрмыз. Осындай болып тұр бүгін. Видео ұнаса тіркеліп кетіңіз, лайк басып кетіңіз, комментарий жазып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Все болды.